Барлықтарыңызға ассаляму-алейкум. Бүгінгі тақырып Рамазан айына дейін жасалатын амалдар. Ал кеттік. Бірінші, алдыңғы оразаның қаза күндерін, қарыз күндерін өтеп тастау. Айша анамыз радиаллаху ан былай айтқан болатын: мен шағбан айында алдыңғы оразаның қаза күндерін өтейтінмін деген. Сонымен қатар, алдыңғы оразаның қаза күндерін осы келе жатқан оразаға дейінгі кез келген айда, кез келген таза болған уақыттарда өтеп тастау керектігін айтқан болатын. Келесі амал ораза ұстаудың қасиеттеріне байланысты ұйғарымдармен танысу. Яғни Рамазан айының алдында ораза ұстауға қатысты барлық қағидалар, шарттар, кімдерге ораза парыз, оразаны бұзатын амалдар, адам қай кезде ораза ұстаудан босатылады және тағы басқа мәселелермен міндетті түрде танысу керек. Үшінші, Рамазан айына дейін барлық істерді тамамдап қоюға тырысу. Бірінші кезекте, егер сіздің денсаулығыңызда бір ақау болатын болса, онда міндетті түрде білікті дәрігерге қаралуды ұсынамыз. Сосын Рамазан айына дейін қажетті емдеудің барлықтарынан өту қажет. Мысалға келетін болсақ, тіс дәрігеріне барып тістерді көрсету, өйткені кейбір процедуралар оразаны бұзуы мүмкін. Және де физикалық жүктемені талап ететін істерді, алыс жолға шығатын сапарды осы ораза келгенше тамамдап алуға тырысу қажет. Төртінші амал отбасының кішкене мүшелерін ораза ұстауға баулу. Яғни балалары бар отбасында Рамазанға дейін, Рамазан кезінде тиісінше жағдай жасап отырған жөн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оразаның қасиеті туралы айту балаларға дініміз туралы көбірек мағлұмат алуға көмектеседі. Сосын бұл ай балаларды Құран оқу мен намаз оқуға үйретудің ең жақсы мүмкіндігі болып табылады. Және де бесінші амал Рамазан айында оқитын кітаптарды әзірлеп қою. Және де бір ғалым айтқан болатын: шағбан айы Құранды оқып үйрену айы деген. Рамазан айында Құранды оңай оқу үшін шағбан айында барынша үйреніп алғандарыңыз дұрыс. Бұл айда Құран кәрім және де басқа да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы кітаптар, басқа да иманды күшейтетін кітаптарды оқуға зер салу қажет. Осымен тақырып аяқталды. Барлықтарыңызға ассаляму алейкум. Оразада аман есен жүздескенше.